Осы айда неден сақтану керек достар? Көп жағдайда дұрыс түседі. Соған ерекше мән берсеңіздер болған, иә? Мысалы, кейбір адамдарға денсаулық түседі, кейбір адамдарға қарым-қатынас түседі, мысалы. Бірліктерге осы айда ақша түсіп тұр ғой. Тек қана көңіл күйді жақсы ұстау дейді. Жалқаулыққа салынбау, эмоцияға берілмеу дейді. Енді 2 күні, 11 күні, 29 күні туылған адамдарға осы айда махаббат мәселесі түсіп тұр ғой. Қарым-қатынастан жаңағы біраз Алла тағала сондай жүрек сабағын береді дейді. Жүрегі ауырып қалуы мүмкін, бір нәрсеге көп реніш болуы мүмкін, туысқандар арасында реніш болуы мүмкін, иә? Сондықтан осы нәрсеге мән беру керек екен. Одан кейін достар, әйел энергиясы ашылатын ай екен осы. Нәзіктік, сұлулық, тарту күші артатын, махаббат оянатын көктемнің кездерінде. Сондай мезгіл ғой. Сондай жаңа екіліктер бар ғой достар. Айгүл ханым, сіз 8-діксіз ғой. 8 күн туылсаңыз 8-діксіз. Жаңа 2 күні туылған адамдар осы айда бар ғой достар. Артық ренжуден, бір сөзді жүрек алудан қатты сақтану керек екен, жүректі қорғау керек екен. Бір адамға байланып қалу, махаббатта өзін жоғалту, махаббаттан қиналады деп жатыр. Ақша қарым-қатынас арқылы келеді ғой достар. Сондықтан қарым-қатынастан қатты сақтаныңыздар. Мына жүрек тазарту техникалары болады, иә? Мен сені кешіремін, мен өзімді босатамын, мен махаббатқа лайықтымын деп, оң қолыңызды жүрегіңіздің тұсына қойып, күніне таңертең айнаға қарап 21 рет айту керек екен достар. Сонда барып екіліктердің жолы ашылады екен. Сонда барып жаңағы күткен ақшасы келеді екен. Түсін алдыңыздар ма достар? 2 күні кім түсін алды достар? 2 күні, 11 күні, 20 күні, 29 күні туылған адамдарда осы айда махаббаттан, қарым-қатынастан сондай не деп айтады Қарагөз? Жаңағы сөзді есте сақтаңыздар, иә? 2 күні, 20 күні, 11 күні, 29 күні туылған адамдар осы айда қарым-қатынастан, ренжуден, бір сөзді жүрекке алудан қатты сақтаныңыздар. Өйткені эмоцияны бақылау өте маңызды. Жаңағы оң қолыңызды жүрегіңіздің тұсына қойып, мен махаббатқа лайықпын, мен бай-бақытты болуға лайықпын деп айту керек екен. Сіздер мына қарым-қатынасты дұрыстасаңыздар, ақша каналы өздігінен ашылады. Иә, Қарагөз ханым, иә. Тағы қайталаңызшы, бірліктер достар, бірліктерге осы айда ақша каналы ашық, қандай да бір сауда бастап кетсе жолы болады. Бірліктердің айлық өсе бастайды. Тек қана жалқаулыққа салынбау керек, ерте тұру керек, әрекет жасау керек, эмоцияға берілмеу керек, асығыс шешім қабылдамау керек. Ал енді екіліктер қарым-қатынастан сыналады деп жатыр да осы айда. Бір нәрсеге реніш қалуы мүмкін, туысқандармен қарым-қатынас, махаббат мәселесінен екіліктер қатты қиналады деп жатыр да. Сондықтан өзіңіздің әйелдік энергияңызды көтеруіңіз керек екен, таңертең жүруіңіз керек екен. Мысалы, ертең айту болатын күн ғой, иә? Адамның Алла тағала тілегін орындайды дейді. Қар жауған кезде, жаңбыр жауған кезде, ай толған кезде, иә? Түннің 3-тен 1 бөлігінде адам тілек тілесе, адамның тілегі қабыл болады дейді. Сондықтан біздің кішкентай күнімізде ай толған кезде апалар сәлем беріп жататын, айға сәлем бердік, айға қолыңды шошайтпа деп, айдың жаңағы жарығы түсіп қалмасын деп перделерді жауып жататын, иә? Өйткені жаңағы айдың жарығы түссе, адам ұшынып ауырып қалады деп айтатын. Сондықтан айға біз өте жақсы құрметпен қарауымыз керек екен. Ертең түнде мақсаттарыңыз жазсаңыздар болады. 30 мақсат, 100 мақсатқа дейін жазыңыздаршы достар. Осының алдында Айнұр Тұрсынбаева ханымның бір сабағын тыңдап отырсам айтады ғой. Бір кісі дейді, немене Түркияда тұрады екен дейді. Сонда мен Айнұр ханымды көшеден көріп қалдым деп жазыпты ғой енді. Техника жазған кезде сөйтіп жазыпты. Айнұр ханымды мен көшеден көрдім деп жазған. Содан ана кісіге кездесіп қалдым. Ана кісі жүгіріп жүр дейді. Мен сізді үстіп жазғам, мен сізді кезгемін деп айтқам деп. Сонда мен Айнұр Тұрсынбаевамен бірге чай іштім деп жаза салса не болады? Біздің үйге барып қонақ болдым деп жазса не болады деп айтады да. Сол сияқты мақсат жазған кезде достар, дәл осы шақта жазу керек. Мақсат жазуды ертең, бестіктер әзір айтамыз, достар, мен де бестікпін. Сондықтан екіліктер, достар, қарым-қатынастан қатты мән беріңіздер, ренжіп қалудан сақтаныңыздар. Ренжіп қалсаңыз ауырып қаласыз осы айда. Шын айтам, Алла тағаладан келіп тұрған ақпарат қой, сондықтан қатты мән беріңіздер. Ертең күн айтасыздар, Еркежан сөйтіп айтып еді, бір психолог ба бірдеңе біреу сөйтіп айтып еді, өзі рас ауырып қалдым, неменеге ренжідім деп отырмаңыз. Ой, сұлу Сәуле ханым, рахмет, Алла разы болсын. Жүрегіңізге, гүліңізге рахмет. Гүлдей жайнап жүре беріңіз. Бірді айтып қойдық достар, бірде ақша каналы ашық осы айда. Тек қана жалқаулыққа салынбау керек. Уақытты дұрыс пайдалану керек, дұрыс ұйықтап, дұрыс тұру керек. Әрекет дұрыс болса,
бірліктерге ақша каналы ашық. Енді екіліктердің ақша каналы қалай ашылады? Қарым қатынасы арқылы ашылады, иә. Үштіктерді айтамыз, алтылықтарды айтамыз, иә достар. Тікелей эфирді соңына дейін тыңдап отырыңыздар, жүректеріңізді баса отырыңыздар достар, жүректеріңіз 100-ге дейін соға берсін. Енді 3 күні толған адамдарды айтайық, иә достар. 3-і, 12-сі, 21-і, 30 күні толған кісілер бар ма екен? Иә. Сөйет ханым, иә. Сәлеметсіз бе? Иә, бестіктерді айтамыз. 28, иә, бірлік, 28 бірлік. Сегіздіктерді айтамыз, иә достар. 3 күні, 12-сі, 21 күні, 30 күні толған кісілер бар ма екен? Жетілікті айтамыз достар. Ғалия, иә, 21 болса сол үштіктер. Зоя 29, 9-дықсыз. Бар дейді, ой бар дейді. Айгүл ханым 12, иә, үштік. Жангүл ханым сіз 6-лықсыз. 15 күн толғандар 6-лық. 6-лықтарды айтамыз, иә? Көп 6-лық екен осы жол. Жаңа бестіктер көп түсіп жатқан. Достар, жүректеріңізді баса тұрыңыздар. Бұл енді Аллаға серік қосу емес достар. Толған күнге қарап сөйлейміз, толған күннің энергиясына қарап сөйлейміз достар. Әлемнен келіп тұрған ақпарат қой. Біз осыны бір мұқта ұстаздан сұраған кезде Аллаға серік қосу емес деді. Әл-Фараби атадан қалған білім деді, сандар сөйлейді деді. Сондықтан толған күнге қарап сөйлесеңдер болады деп айтқан болатын, иә. Біз енді тағдырды болжап, көріп келемеспіз ғой. Тек қана беретін бағытты ғана береміз, иә достар. Солай түсініңіздер, солай қабылдасаңыздар, жеңіл болады. 3 күні, 12 күні, 21 күні, 30 күні толған адамдар, енді шығармашылық адамдар дейді, солай ма? Сондай жарық энергиялы, жаңағы ән айтатын, өлең айтатын, тоқыма-тоқыммен айналысатын, торт пісіретін, сондай шығармашылық адамы дейді, сондай ма? 3 күні, 12-сі, 21-і, 30 күні толған адамдардың энергиясы солай түсіп тұр. 3 күні, 12-сі, 21 күні, 30 күні толған адамдар сондай ма? Шығармашылықпен айналысады дейді. Жаңа сурет салу, Қарагөз ханым өтірік-ау дейді. Шығармашылықтың ішінде жаңағы өзіңіздің талантыңыз ғой. Жаңағы торт пісіруіңіз мүмкін, иә, кесте тігуіңіз мүмкін, сондай ән айтуыңыз мүмкін, иә. Елдің алдында жүрген адамдарды осы көбінде үштіктер дейді екен. Үштіктер бар ғой, осы айда бар ғой. Осы айда неден сақтану керек? Үштіктерде бір нәрсеге өзін төмен санайтын, мен қолымнан келмейді, мен әлі дайын емеспін, өзіңді төмендетіп тұратын бір ішкі дауыс бар екен. Қазіргілердің басынан айтасыз ба? Иә, Салтанат ханым, әзір, иә, Мәдина ханым дұрыс айтасыз дейді, сондай екен. Өтірік өсекке жаны қас болады екен, осы 3 күні толған адамдардың, иә. Сонда осы айда артық сөзден, өсектен, біреуді талқылаудан сақтану керек екен. Осы айда бар ғой, сіздерге ақша мына сөйлеу арқылы, үйрету арқылы, жазу арқылы келеді екен. Адамдарға бір көмектессеңіз көп ақша келеді екен. Үштіктерді түсіне алдыңыздар ма? Осы айдың энергиясы сондай, адамдарға бір ішіңізде талант бар, ішіңізде дауыс бар, сіз оны өзіңіз ұстап тұрсыз да, үштіктер. Мен қолымнан келмейді, менің ақшам жоқ, мен қайтып бастаймын, мен тіл білмеймін, мен көп нәрсені түсіндіре алмаймын, мен дұрыс сөйлей алмаймын деген сияқты үштіктер негізі шығармашылық адам екен да, бірақ өздерін көбінде төмен санайды екен. 3 күні, 12 күні, 20 күні, 30 күні толған адамдар көбінде өзін төмен санайды дейді. Сондықтан сіздер мына адамдарға көмектесу арқылы жолдарыңыз ашылады екен. Мен білемін, мен көрсетемін, мен үйретемін, мен қолымнан келеді деген ішкі сенімділікті арттыру керек екен достар. Өздеріңізге деген сенімділікті арттырудың жолдарын білесіздер ғой. Әйелдік энергияны көтеру керек, өздеріңізді бағалауларыңыз керек. Мысалы, айнаның алдына барған кезде кімді көресіз? Мен мысалы Еркежанды көремін. Маған жау болатынды, дос болатынды өзім. Атадан алтау тусаңда бір жалғыздық дейді ғой достар. Сондықтан 3-ші айда сіз өзіңізді алып шығады екенсіз. Өзіңізді жарқыратып алып шығады екенсіз. Бірақ жаңағы жатып қалуға болмайды. Мен қолымнан келмейді деп, иә? Иә, 6-лықты айтамын достар. 3-тікке келдік қой. Ақырындап айтамыз, иә достар? Күте тұрыңыздар. Иә, 31 күні болса 4-тік. Сонда 3-тіктерге ақша қайдан келеді? Сөйлеу арқылы, үйрету арқылы. Мысалы, ұстаздық қызмет десеңіз, адамдарға қатты жолыңыз ашылады екен үштіктер. Солай жасаңыздаршы. Барынша адамдарға сондай бір кесте тігіп үйретсеңіз де, тамақ пісіріп үйретсеңіз де, тіл үйретсеңіз де, иә, балаларыңызға бір тапсырма орындасаңыз да, сондай адамдарға үйрету арқылы сізді өмірлік миссияңызды табады екенсіз да, ақша сол арқылы келеді екен. Түсіне алдыңыздар ма? Иә, 13 күн айтамыз, иә, 21 күнін айтамыз, Салтанат ханым.
21 күн айтып жатырмыз міне. Салтанат ханым, сіз үштіксіз ғой. Салтанат ханым, 3-і, 12-сі, 21 күні, 30 күн туылған адамдар осы айда өзін алып шығу керек екен. Ешкім көмектеспейді үштіктерге, өзін алып шығады, өзін жарқыратып. Өйткені үштіктер жаңа өзін көп төмен санайды екен, өзін көп кінәлайды екен. Мен таза үштік дейді. Өзін көп кінәлайды екен, мен қолымнан келмейді, мен тіл білмеймін, мен ақша таппаймын, мен үйде отырып қалдым, мен балам ешкім маған қарамайды деген сияқты. Ішіңдегін жасыра алмайсың дейді, айтқың келеді, бөліскің келеді, бірақ көбінде үндемей қалатын жағдай бар екен. Қойшы болды, үндемей ақ қойын, басқалар сөйлесін, басқалар білсін деген сияқты. Сондықтан үштіктер адамның назарында болу үшін, достар, өзіңді бағалауды, самооценка дейді ғой, өзіңе деген сенімділікті арттыруың керек. Салтанат ханым рас дейді, сонда барып сізге ақша каналы ашылады екен. Үштіктер түсіне алдыңыздар ма? Өздеріңізге деген сенімділікті арттырып, ерте тұрып, үйіңізді қағып, сілкіп, тазалап, армандарыңызды ертең айтуатын күн ғой. Айтылады ертең, достар. Армандарыңызды жазып, сенімділік орнатсаңыздар, болды. Ақша каналы да ашық, байлық та, бақыт та өздігінен келеді. Ал енді, достар, 4-і, 13-і, 22-сі, 31 күн толған кісілер бар ма екен? 4-і, 13-і, мен деп жаза кетіңіздер, Айым ханым, екілікті айтып қойдық. Айсұлу ханым, 30 күн толдыңыз ғой, үштіктерді айтып қойдық, Бағжан ханым, сол сіз 4-түксіз, Гүлсай ханым, 4-түктерге қарап отырыңыздар, мен дейді, бар дейді. 4-і күні, 13-і күні, 22-сі күні, 31 күні толған адамдардың энергиясы туралы айтатын боламыз. Осы айда неден сақтану керек? Қандай жолмен ақша келеді? Мысалы, кейбір адамдарға денсаулық түседі, кейбір адамдарға махаббат түседі. Жаңа көрдіңіздер ғой, екіліктерге махаббат түсіп жатыр, үштіктерге өзін көтеру, өзін алып шығу керек екен айтылып жатыр. Мысалы, мен өзімді таппай, өзіме не керек екен білмедім. Айсұлу ханым, сіз қаншалық етіңіз? Жаңа үштіксіз ба? Өзіңізді алып шығады екен. Сол жаңа өзімді таппай жүрмін деген адам, жаңа үштіктер көбінде өзіне сенбейді екен. Сол өзіңізге көп сенбейсіз, жаңа қолымнан келмейді, өзіңізді бағалауды қолға алуыңыз керек та. Менің артықшылықтарым деп жазыңызшы. Мен сұлумын, мен ақылдымын. Мысалы, беттің кірімін әдемі жасайтын әйелдер болады, тамақты әдемі пісіретін, әдемі сөйлейтін, көркем мінезді, мысалы, Құранды да жақсы үйрететін әйел адамдар болады. Ол да артықшылық қой, Алла тағаланың берген артықшылығы. Біз соны бағалаған кезде үштіктер сонда барып ақша каналы ашылады екен. Егер мен қолымнан келмейді деп мыжылып жүре берсе, үштіктер қалып қояды. Осы айда энергия сол жаңағы бұрынғы дағды бойынша өтіп кетеді. Мысалы, қайтарылмаған қарыз сол бойынша қалады, мысалы, жиналмаған үй сол бойынша қалады. Сондықтан қағынып, сілкініп тұрып, ертең армандарыңыз жазып солай істеңіздер. Енді 4-і, 13-і, 22-сі күні, 31-і толған адамдар тәртіппен тағдырды қайта құру қая дейді. Тұрақтылық екен. 4-түктер үшін біраз, Любой ханым, 4-түктер бар ғой, көбінде. 14-ін қараймын, 14-і күні 5-тіксіз ғой, қазір қараймын. 25 күні туылған кісілер 7-лік, әзір қараймын. Бірліктерді айтып кеттік, Бағила ханым. Бірліктерге жалқау болмау керек екен осы айда. Ақша өздігінен келеді, бірліктерге энергиясы ұрып тұр ғой бірліктердің. Достар, 4-і күні туылған адамдар, ой, бақыттымын ханым, Алла разы болсын сізге, Бағила ханым, Алла разы болсын. Жүрегіңізге рахмет. Мына 4-і күні туылған кісілер бар ма екен? 4-і күні, 13-і күні, 22-сі күні, 31 күні туылған адамдар көбінде бір істі бастайды, соңына жеткізбейтін адамдар екен. Сондай ма? Осында 4-түктер бар ма екен? Бар дейді. Биба ханым. 10-тұқтар бірлік. Сондай бар ғой, сіздерге жүйе құру керек. Қатаң тәртіп болмай, жүйелі білім алу болмайды дейді ғой. Сіздерге өздеріңізге қатаң тәртіп керек екен. Өзіңізді мына Құралай ханым айтады ғой, өзіңді 40 күн әскерге жібер деп. Сол сияқты сіздерге өмірді қайтадан құру керек. Жаңағы бір істі бастайсыз, соңына жеткізбейсіз. Ана марафонға қосыласыз, мына марафонға қосыласыз. Ананы тыңдайсыз, мынаны тыңдайсыз. Миыңыз ашып кеткен болуы мүмкін. Осы 4-і күні, 13-і күні, 22-сі күні, 31 күні толған адамдар өміріне тәртіп енгізу керек екен. Мен сағат 6-та тұрам. Міне. Мен осы айда 1 миллион теңге табамын. Мен осы айда осындай күйді арықтаймын. Өздеріңізге тәртіп қатаң талап қойған кезде сіздерге нәтиже келеді екен. Осы ай сіздерге махаббат ай емес екен, тәртіп ай екен. Ақша содан кейін келе бастайды екен, достар.
жетіліктерді айтамыз, иә. 25 күн толған адамдар жетіліктер, әзір айтамыз. 4-үне келдік, достар. Сондықтан осы айда махаббатқа берілмей, тек қана өзіңіздің арманыңызға қарай жүрсеңіз болды. Мына 4 күні, 13 күні, 22 күні, 31 күні толған адамдар дәл қазіргі сәтте сіздер қарым-қатынастан қиналып жүрсеңіздер, жолдасыңызбен неке мәселесінде қиналып жүрген болсаңыздар, қазақ айтады ғой, ылай суды жайына қойсаң тұнық болады деп. Анау жаққа апарып тастаңыз да өз-өзіңізге келіңіз. Ерте тұрыңыз, үйіңізді реттеңіз, ақша табуға әрекет жасаңыз. Қатаң өзіңізге тәртіп қойған кезде, дұрыс тамақтануды, дұрыс ұйықтауды қолға алған кезде сіздің өміріңізге осы айда күтпеген жақсылық келеді екен. Әумин. Алла тағала аузыма салып жатқан шығар, иә. Төрттіктер қуанып отырған шығарсыздар. Иә, Жанар ханым, төрттік бар ма екен? 4 күні, 13 күні, 22 күні, 31 күні толған адамдар өте жайбыраңқы екен. Жайбыраңқы, ертең көрем ғой, ертең білетін шығармын, ертең көремін деген сияқты. Бір істі бастайды, соңына жеткізбейді екен да. Енді осы адамдар осы айда өмірді қайта құру, жаңағы айтып жатыр ғой, тәртіппен тағдырды қайта құру айы дейді да. Сондықтан жалқаулықты қою керек екен. Үлкен жауапкершілікті алуларыңыз керек екен. Бұл ауыр емес, достар. Сіз өзіңіз көтер алатын кесең. Алла тағала көтер алатын ғана адамға көтер алатын ғана сынақ береді дейді ғой. Сондықтан сіз ойлауыңыз мүмкін, ой қойшы, не деген ауыр болып. Достар, мен көрініп тұрмын ба? Тағы чекте қойылып қалды ғой. Иә, соңына дейін, соңына жеткізуіңіз керек екен. Сонда бар, мысалы, бітпей тұрған жұмыстарыңыз болса, осы айда, мысалы, қаншама сабақ сатып алдыңыз, соңына дейін жеткізіңіз, тыңдаңыз, иә. Қаншама, мысалы, бір нәрсені тігіп бер деді ма, айту, бір тапсырып жүрген жұмыстардың бәрін осы айда бітірсеңіздер, ақша келеді. Сондай чарчап кетуден, күйіп кетуден сақтаңыз, иә. Осы айда арасында тынығуды да ойлауыңыз керек екен. Денсаулыққа қатты мән беруіңіз керек екен. Осы айда өзгермеген адам артта қалады дейді. Достар, түсіне алдыңыздар ғой, осы айдың энергиясы өте керемет ұрып тұр. Осы айда қарыз алмаңыздар, достар. Кәсіби реттен қарыз алмаңыздар, осы қарызданып киім алмаңыздар, иә. Барынша, достар, өсуге, ағаш өсіру, гүл өсіру, иә. Ақшаңызды өсіруге қарай әрекет жасаңыз. Біреуім екеу болсын деген сияқты сауд істеңіздер. Осы айда ерекше, достар, бір ниет етсеңіз болды, орындалады. Алла тағала сондай тілектеріңізді қабыл етеді. Сондықтан жаңа төрттіктерге түсін алдыңыздар, иә, жүйе арқылы, тәртіп арқылы ақша келеді дейді. Жоспар мен тұрақтылықты қолға алу керек екен. Сондықтан төрттіктер, егер энергиясы жоғары адамдар ғой, егер сабыр сақтаса бай болады дейді. Жаңағы бір нәрсеге тез ашулана қалуы мүмкін, иә, төрттіктер. Төрттіктер омыртқа, буын ауру, чаршаудан сақтану керек екен. Осы айда негізі төрттіктерге сондай күн тәртібі түсіп тұр, иә. Түсін алдыңыздар, иә. Ондықтар, бірліктер. Ұлбала ханым, бірліктерді айтып кеттік. Бірліктер, иә, 10 күн толған адамдар бірліктер болып саналады. 23 күні толған бестіктер, 15 күн толғандар 16-тар. Енді бестіктерді айтайық, достар, 5 күн толған адамдарды айтайық. 5-і, 14-і, 23 күні. Дәл мен ғой, достар, мен 5 күн толғам. 23 күні Жазира ханым секеміз бір күнді туыппыз. Жазира ханым 23-і. 16-сы, 15-і 6-лық болады, иә? Майра ханым да 6-лық міне. 14-тікі болсаңыз, Назгүл ханым, сіз 5-тіксіз. 5-і, 14-і, 23 күні толған адамдар 5-тік ай екен. Ойбай, достар, бұл айда бар ғой, бізге күтпеген жаңалық келеді екен. Бізге бір күтпеген таныстық, күтпеген ақша, күтпеген бір несібе келеді екен. Бірақ біз қорықпауымыз керек екен. Жаңа қорқыныш, бастай алмайын ба, бара алмайын ба, не болады, анамен таныстам алдап кете ма деген сияқты. Өйткені осы айда бестіктерге жаңа сапар дейді. Бір ұзақ жолға сапарға шығуымыз мүмкін, саяхатқа шығуымыз мүмкін, жаңа орта, жаңа адамдармен танысады екенбіз. Ал бізге бестіктерге үйге отырып қалсақ энергия жабылады екен, достар. 5 күні, 14 күні, 23 күні толған адамдар тұру, жүру керек екен. 15 күні толған адамдар 6-лық, қазір айтам, иә, достар. Ішкі жаңа энергияны ояту, тұрақсыздықтан сақтану керек екен. 5 күні, 14 күні, 23 күні толған адамдар ақшаны ойланбай жұмсаудан сақтану керек екен. Осы айда жаңа ақша шығыны көбейіп кетеді дейді,
азғырулардан сақтану дейді, жаңағы артық көңіл көтеру, зиянды әрекеттер, бос уақыт өткізу, арақ шарапқа берілу. Мысалы жігіттеріңіз болса қатты сақтануға әрекет етіңіздер, өйткені бұндай нәрсе жаңа төмен энергияға алып кетеді, орынсыз шығын көбейіп кетеді дейді. Сондықтан осы қарым қатынастан да біз сақтануымыз керек екен. Бестіктерге өзі бар ғой, шешімді эмоциямен емес санамен қабылда дейді. Бестіктерге тіпті қызғаныш болады дейді осы айда. Жаңағы ақшаны дұрыс ұстамасаң берекесіздік болады деп жатыр. Эмоциямен шешім қабылдама, ақылмен санамен шешім қабылда дейді. Сонда күтпеген жерден ақша келеді дейді. Сондай өзіңді бақылауды, жоспар құруды, шығынды азайтуың керек екен. Ақша келеді, бірақ ұстап қалу керек екен да. Орынсыз шығын көбейіп кетеді екен осы айда. Енді денсаулық мәселесінен ашқазан, дұрыс ұйықтау керек екен. Дұрыс ұйықтап, дұрыс тұру керек екен. Осы айда достар, бестіктер, бұл енді ояну кезеңі басталады екен. Мен өмірге неге келдім, не үшін өмір сүріп жүрмін, менің миссиям не дегенге жақсы жауап алады екен. Сонда бестіктердің миссиясы көбінде еркін болғымыз келеді екен. Бесі күні, 14 күні, 23 күні толған адамдар біреу бізді шектесе, бармайсың, тұрмайсың, араласпайсың десе бізге қиын екен бестіктер. Қайтып ақшаны ұстаймыз. Ақша ұстау үшін достар, ақшаны үнемдеудің әдісі достар. Мысалы, біз көшеге шыққан кезде тойып шығуымыз керек. Мысалы, алатын заттарыңыз қағазға жазып шығуыңыз керек. Көп адамдар солай ғой, көшеге барады, анау-мынауды алады. Келген кезде қараса, көп ақша қалмайды да. Өйткені жоспарсыз дүниені алып қоямыз да. Ақша тартып жесең тайғалады дейді ғой. Мысалы, менің ақша ұстау практика, мысалы, мен өткен жылы Монза машинесін 7,5 миллионға қолма-қол ақшаға сатып алдым да, сонда ақша жинап жүріп алдым достар. Сонда, мысалы, айына бір 100 мың теңге табатын болсам, оның 50 мың теңгесі жаңағы тұрмысқа кетеді ғой, енді бала бақшаға кетеді, оқуға кетеді, судың ақшасы, газдың ақшасы деген сияқтыға кетеді да. Ал 10% мен сөзсіз жинаймын, 10% садақаға арнаймын, 10% білімге арнаймын, 10% денсаулыққа арнаймын да. Мысалы, қаржы қорғанысында сондай қаржылық сауаттылықта біз соны игеруіміз керек екен. Қандай жағдайда тапқан ақшаңыздың 10%-ін бәңкеге қойып отырыңыздар. Бүгін ертең достар бәңкеге ақша салыңыздар, право алыңыздар. Біз мысалы 2019-2018 жылдары правоны 70-80 мың қалғанбыз. Әзір 400 мың, 500 мыңға дейін өрлеп кетті. Сондықтан аяулы асыл жандар, право алыңыздар, машина алыңыздар достар. Осы айға, осы жылға мақсат қойыңыздар. Алла тағала не тілеген тілегіңді қабыл етем дейді ғой. Әсіресе ертең ай толады достар. Ертең ай толады. Адамдар арман жазатын болса, ақша қапшықта терезенің алдына қоятын болса, зарядтайтын болса, ертең ақша көбейеді. Сондықтан ертеңгі күннің энергиясы тұзды сумен есік жусаңыздар болады. Тұзды сумен есік жуған кезде достар, бірлікті айтыңыз. Бірлікті айтамын. Бірліктер достар, бірліктердің жолы ашық дейді осы айда. Ақша канал ашық дейді. Жалқау болмау керек екен. Бірліктердің энергиясын айтып жатырмыз. Жалқау болмау, ерте тұру, ерте әрекет жасау, қорықпай ғана жұмыс баста деп тұр ғой. Айлығың өседі дейді. Шәке ханым, не жаздыңыз? 16-сы болса жетіліксіз, Шәке ханым, күте тұрыңыз. Сондықтан айналайын алтын жүректі ақ тілекті жандарым менің. Ақша жинайық достар, тарта жесең тайғылады дейді. Есікті тұзды сумен жуған кезде ішіне сыртына қарай. Кімдер бірліктер? Бірі күні, 10 күні, 28 күні, 19 күні толған адамдар бірліктер. Достар, есікті ішіне сыртына қарай жуастар, Есікті сыртқы есіктен бастап жуыңыздар. Сыртқы есіктің ішіне сыртына қарай. Ол тұздың қасиеті туралы айтып жатырмыз. Тіл көзден сақтайды, үйдегі жаман энергияны алып кетеді, қарыздан құтылуға көмектеседі, күтпеген жерден ақша келеді достар. Бұл фэншуй деп айтуыңыз мүмкін, бірақ бар ғой достар, тұздың энергиясы өте жақсы. Әсіресе сауда істеп жүрген адамдар болса, жасаңыздаршы. Есіктің ішіне сыртына қарай жуастар. Алла тағала осы үйіме құт береке әкеле көр, байлық әкеле көр, бақыт әкеле көр, үйдегі реніштің бәрін реттей көре көр. Осылай өзіңіздің тілектеріңізді қарапайым тілмен жеткізсеңіздер болды. Мен ана дұғаны айт, мына дұғаны айт деп мидарыңызды ашытпай-ақ қойын. Өздеріңіздің бір тілектеріңіз болады ғой, таңертең жуыңыздар достар. Күн батпай жусаңыздар ең жақсы. 15-тіктерді айтайық, достар. 15 күн толған адамдар алтылықтар ғой, қазір айтамыз. Сонда бестіктерге не түсіп тұр екен? Бестіктерге қарым қатынас жағынан да, ақша жағынан да біз осы айда қатты сақтануымыз керек екен. 5 күні, 14 күні, 23 күні толған адамдар. Мен де бестікпін, жолдасым да бестік. Екеуміздің кейде жаңа мінезіміз сәйкес келмей қалатын, сондықтан жаңа аттас зарядтар сияқты бір-бірін тебеміз ғой.
мен соны кейін түсіндім да, туған күнге қарап түсіндім да, екеумізде де еркіндікті жақсы көреміз, екеуміз де шығармашылық адамбыз, екеумізде де жаңағы бір жалғыз қалғымыз келетін сезімдер түсініп жатырмын да. Біз осайда мысалы бестіктер қатты көңіл күйді жақсы ұстауымыз керек екен, өйткені ақша келеді кетеді бізге, сондай болып тұр да. Қарым қатынаста да эмоцияны жақсы ұстауымыз керек. Алтылықты айтамын, иә достар. Бестіктер түсіне алдыңыздар ма? Жаңа Бағила ханым бестік еді ғой. Мақпал ханым, сіз үштіксіз ғой 21 күн. Жаңа айттым. Жазира ханым, иә. Назгүл ханым бестік екен, ұқсас екенбіз. Ал енді достар, алтылықтарды айтайын. Алтылықты не күтіп тұр екен көрейік достар. Бірге көрейік. Алтылық 6-сы күні, 15-сы күні, 24-ті күні туылған кісілер бар ма екен? 6-сы күні, достар, лайықтарыңызды басты тұрыңыздар. Мына экран жабылып қалады екен, достар. Тағы да чегіндіріп жереді ғой. Ертең жуастар, иә? Бар дейді Айдын ханым, о, неден көп? Нұр ханым, бар дейді Биби Рыскүл, о, Назира. Алтылықтар неден көп? Айдын мырза. Майра 9-ды қазір көрем, е? 16-сы күні, 15-сы күні, 24-ті күні туылған адамдар, мә. Тұстар, мына 6-сы күні, 15-сы күні, 24-ті күні туылған адамдар, көбінде елдің пікіріне мән берем екен. Анау не дейді, мынау не дейді, мә, дұрыс киінбесем елдер күледі, мә, баламды дұрыс оқытуым керек, мә, мен отбасын мықты ұстауым керек, әйтпесе елге күлкі боламын деген сияқты намыс үшін өмір сүретін адамдар екен да, өте намысқор. Сондай ма, достар? Достар, сондай түсіп тұр ма? Жаңа 6-сы күні, 15-сы күні, 24-ті күні туылған адамдар өте намысшыл екен. Үйді де тазалақ қояйын, ұят болмасын, біреу келсе ұят болмасын, бір мына үйді тазалақ қояйын, күлкі болмайын деп өмір сүреді екен да. Осы намысқа тырысып өмір сүреді екен. Қайсем бай боламын, қайсем елдің алдына шығамын, қайсем осы елге күлкі болмайым деп өмір сүреді екен. Жайнағұл ханым сондай дейді, әне. Назира ханым сондай дейді, сондай екен. Сонда жүрек айнасы кезеңі дейді ғой осылай сіздерге. Сізді біреу осылайда ренжісе, ол жай ғана адам емес, сіздің ішкі көңіл күйіңіздің айнасы екен. Адамдарға қарама дейді, осылайда өзіңе қара дейді, денсаулығыңа қара дейді, осылайда. Жаңағы мына 3-ші күні, 6-сы күні, 15-сы күні, 24-ті күні туылған адамдарға көп адам сенеді екен. Айналадағы адамдардың бәрі жауапкершілікті артып алады екен. Осы біледі, осы көреді деген сияқты көп адамға тірек болады екен. 6-сы күні, 15-сы күні, 24-ті күні туылған адамдарға тірек болады дейді. Айналасында адамдарды қатты сенеді екен. Осы біледі, осы Гүлназ біледі, осы Гүлнұр біледі деп, я осы Нұрханым біледі деп, сондай өзі қатты мән береді екен. Сонда осы адамдар жеке шекара қою керек екен. Жайнағұл ханым сондай екен. Осы Жайна біледі, Жайна молодец, Жайнаның тамағы керемет деп алдап солап тамағыңыз ішіп кетеді деген сияқты. Сондай адамдарға өзіңді ойла дейді ғой. Өзін ұмытқан адам іштен босайды дейді. Өйткені осы күн туылған адамдар ол айтпайды, ішке жинай береді, ол бір күн жарылуы мүмкін да. Өйткені достар, біз адамдарға қызмет етеміз, ол адамдар бағаламауы мүмкін. Адамның адам қадірін білмейді достар, иә. Бұл дүниеден кеткенде ғана біледі ғой. Мысалы, бізде де талай жақындарымыздың қадірін білмедік. Айырылып қалғанда барып қадірін білдік. Сондықтан, егер мені бағаламайды, егер мені ешкім түсінбейді десе, ол адамдардың энергиясы жабылады дейді. Сонда осы айда махаббат тексеретін ай екен, мысалы сіздерге, иә. Терең әңгіме болады, не жақындайсыздар, не жақын алыстайсыздар дейді. Осы айда сіздерге қарым қатынастан жаңағы қатты көңіл бөлуіңіз керек екен. Өйткені жаңағы біз ренжісек көбінде ауырып қаламыз әйел адамдар. Солай ма, иә? Мен қаншама психолог ретінде, міне рухани жетекші ретінде әйелдермен көп сырласам, сонда мен күйеуім ренжіп жүріп, апрессия болып қалдым, кеудемнен апрессия болдым, басымнан апрессия болдым дейді. Оның бәрі реніш қой достар. Әйелдің бірінші реніш кеудесіне жиналады, одан кейін жатырына түседі. Розаға ұқсайды екенсіз. Иә. Розалға жама? Иә, Нұрханым сондай реніш көп екен. Өйткені жаңа ел үшін өмір сүреді ғой, үштіктер мысалы. Осы жаңа алтылықтар кешіріңіздер. 6-сы күні, 15-сы күні, 24-ті күні туылған адамдар сонда ел үшін
солар ішсін, солар кисін, солардан ұят болмасын деп өмір сүреді де, олардан істеген жақсылығы қайтпаған кезде бұл адамдар көп жүрегі ауырады екен, кеуде аймағы ауырады екен, ішкі қысым, жүректің шаршауы, міне жерде бір нәрсе тұрады екен де, өксіп жылағың келеді, иә. Сонда сіз осы айда не істеуіңіз керек? Тағдырды қабылдау, беру емес алуды да үйрену, айналадағы адамдардан көмек сұрауды үйренуіңіз керек екен. Осы айда өзіңді қайтару. Басқа ештеңені уайымдамаңыздар. Алтылықтар, ана ақшаны қайтем, ана қарызды қайтып жабам деп уайымдамаңыздар. Қарым-қатынасты, өзіңізге оралу ай, өзіңізді күту, денсаулық ай түсіп тұр ғой сіздерге. Түсіне алдыңыздар ма? Не түйнек тұрып алады, бекер айтылым. Достар, мына сандар бекер сөйлеп тұрған жоқ. Сондықтан мен өзімді таңдаймын деп, айнаға қарап, оң қолыңызды жүрегіңіздің тұсына қойып, мен өзімді тыңдаймын, мен өзімді қалаймын. 21 рет, 41 рет айт, 42 рет айтсаңыздар болады. Алғашында қиын болуы мүмкін. Достар, жаман сөз айтпаңыздар, иә? Демалшы дейді. Өлі дейді, сұлу екенсіз, ондай жаман сөз айтып жазбыз. Бекер жолыңыз жабылып қалады ғой. Қайран сөзім қор болды-ау тобықтының езіне деп баяғыда Абай атамызды жылаған екен. Енді осындай пікірлер болады, достар, мән бермеңіздер, иә. Сондықтан осы ай, достар, осы 6-сы күні түсіне алдыңыздар, иә, 15-і күні, 24-і күні туылған адамдар осы күнге дейін бестіктерді айтып кеттік. Әсел ханым, сізде, мен де бестікпін, бәріне жылу бердің дейді да. Осы күнге дейін, мына Жаңғыл ханым, осы күнге дейін құрбандық бердің дейді. Бауыр басы ұмыту. Осы күнге дейін құрбандық бердің дейді да. Қарым-қатынастан осы күні туылған адамдар көп қиналады екен. Адамдар көп ренжітеді екен. Содан мен сияқты жатып қалады екен, ауырып қалады екен. Бір нәрсеге ренжіп қалып іштей ұмыта алмайды екен, айта алмайды екен. Сонда дейді, сен ақша туралы қиналма дейді. Алла тағала берем дейді да. Тек қана өзіңді ойла дейді. Өзіңді қайтар дейді. Өзіңе орал, өзіңді күт. Денеңе массаж жаса, бетіңе маска жапсыр, денсаулығыңды күт. Витаминдер алып іш, тісің ауырып жүрсе емдет дейді да. Иә, есікті ішінен, Жазира ханым ішіне сыртына қарап жуасыздар ертең. Сәлем бердік, достар. Достар, осы айда неден сақтану керек екен? Туылған күнге қарап сөйлеп жатырмыз, иә. Осы айдың энергиясы туралы айтып жатырмыз. Мына 6-сы күні, 15-і күні, 24-і күні туылған адамдар, сонда неден сақтану керек екен, достар? Денсаулыққа мән беру керек екен. Албатты жүгіре берме дейді. Жеке шекараңды қорға дейді. Әсел ханым айтып берейін, бестіктер біз ғой. Бізге осы айда сол қарым-қатынасты да, ақшаны да дұрыс ұстануымыз керек екен. Албатты ақша шашпауымыз керек екен осы айда. Бізге де қарым-қатынас, мысалы, мына алтылықтарға денсаулық түсіп тұр. Жаңағы, мына недер ауырады дейді ғой, кеудедер ауырады дейді, мысалы. Егер өзіңді күтпесең, сонда да ішкі қысым, жылағың кеп тұруы, тұншығу сезімі, жүрек ауырады дейді да. Осы күн туылған адамдардың кеуде аймақтар ауырады дейді. Сондықтан алтылықтар барынша ескеріңіздер, иә. Үштікті де айтамыз, достар. Достар, маған жазылмаған кісілер болса жазылып қойыңыздар, иә. Жоғалтып алмаңыздар. Әр күні тікелей эфирге шыққан сайын осындай пайдалы ақпаратты беремін. Әр күннің энергиясы туралы айтамын, отбасы туралы, ақша туралы, байлық туралы, бақыт туралы. Енді өз басымнан да көп қиындықтар өткеннен кейін, мысалы, менде де ажырасып, бір қызым, мен үйленбеген жігітке тұрмысқа шықтым, қалай отбасын сақтап қалдым. Соның бәрін осы некеден қиналып жүрген жандар болса, мен тыңдасаңыздар болады. Неке мәселесінен, қарым-қатынастан қиналып жүрген. Іске сәт дейді Елмира ханым. Ой, қалыңыз қалайсыз? Жақсысыз ба жаным? Аман жүрсіз ба? Майра ханым, иә, жетіліктерді айтайық енді. 7 күні, 7-сі, 16-сы, 25-сі туылған кісілер бар ма екен, достар? Майра ханым бар екен, басқа кім бар екен? Жаза тұрыңыздаршы. 7-сі күні, 16-сы күні, 25-сі күні туылған кісілер. Майра ханым, 9-лықты айтам, иә, тайып қалдым. 7-сіне келдім, Аллаға шүкір. Әлмира ханым, рахмет. Иә, бар дейді, 9-лық. 10 күні туылғандар жалқау болмау керек екен осы айда. Ақша каналы ашық. 10-і, 1-і, 19, 28 күні туылған адамдар ұрып тұр, ақша өздігінен келеді. Елмира ханым, 2-ліктерді айттық. 4-түктерді айттық. Гүлсай ханым, 4-түксіз ғой. Біз енді 7-лікке келдік, иә, достар. Достар, мен жоғалтып алмаңыздар, осындай әр күннің энергиясын айтып отырам. Зарина ханым, иә. Осы 7-ліктер, бірліктерге ақша келеді осы айда. Көп ақша келеді. Тек жалқау болмау керек.
соны қатты айтып жатыр. Ерте тұру керек екен, көп сергек болу керек екен, эмоцияға берілмеу керек екен. Достар, жетісі күні, 16-сы күні, 27 күні, 7-сі күні туылған адамдар көп жалғызсырай ма? Әселхан, бестіктер сол ақшадан осайда біраз кедергілер болады екен. Әсел ханым, ақшаны ұқыптап ұстауымыз керек екен. Мен де бестікпін ғой. Ақшадан сондай жаңағы жалғыздықты сезінеді екен көп жағдайда. Осы 25-і, Зарина ханым, сізде сондай сезім бар ма? Өзіңізді кейде жалғыз сезінетін, ешкім көмектеспейді, ешкім түсінбейді деген сияқты. Мені қолдайтын адам жоқ деген сияқты. Қатып жатсыз? Нұрханым, рас дейді. Қатып жатырмын ба, достар? Ой, рахмет, Рашханым, рахмет. Бірліктер де. Бірліктер керемет, бірлікке керемет түсіп жатыр. Рахмет, достар. Рахмет, Нұрханым, рахмет. Қатқан жоқ дейді. Рахмет, Алла разы болсын. Осы 7-сі күні, 16-сы күні, 25-сі күні туылған адамдар сыртқы әлемнен шаршайды дейді. Жаңа көзден, сөзден бір тынышталғысы келеді екен. Сондай жаңағы тыныштықты іздейді екен, бірақ жалғыздықтан да жалығады дейді. Түстер арқылы белгі алады дейді. Достар, сондай ма сіздерде? 7-сі күні, 16-сы күні, 25-сі күні туылған адамдар. Жанар ханым, өзіңіздің ойпеңізді бір көріп жүріңізші. Дейді. Көп түс көресіздер ма? Нұр ханым, Шолпан ханым, айтыңыздаршы. Майра ханым түс көреді екен. Мәке ханым, түс арқылы, көп түс арқылы сіздер аян алады екенсіздер. Түстеріңізге мән беріп жүрсеңіздер болады екен. Бұл жай сәйкестік емес екен, достар. Алла тағаланың беріп тұрған сигнал екен. Мысалы, түсіңізде ақ көрсеңіз, мысалы, аппақ атқа мініп кетіп бара жатсаңыз, бір аппақ адамдардың арасында жүрсеңіз, көңіліңіз ағарады дейді. Қызыл нәрсе көрсеңіз, өккі көрсеңіз, мысалы, сондай бір өміріңізге бір жақсылық келеді, бала келеді дейді. Майра ханым, сіңілім көреді болатын нәрсені. Сондай екен, осы жетіліктердің несі каналы ашық екен. Осылардан негізі көріпкел адамдар көп шығады екен. Осы 7-сі күні, 16-сы күні, 25-сі күні туылған адамдардың бойында кие бар екен, бойында қасиет бар екен. Соны байқаймын. Сіздер бір нәрсе денеңізге қатты тисе көріп қала ма? Айнұр ханым, сондайсыз ба? Сізде жетілік па? Жетіліктер денелеріңізге бір қатты нәрсе тисе ауырып қала ма? Көгеріп қала ма? Бойларыңызда қасиет бар. Зарина ханым, ұстау керек, өте таза жүру керек екен. Киім киген кезде де бір жерден киім аласыз ғой, сол кезде жуып шайып кию керек екен. Ерекше сақтану керек екен. Ешкіммен сіздерде былай көп адамға сырларыңызды айтпайды екенсіздер, толық ашылмайды екенсіздер. Көп адамдар сізді тәкаппар деп ойлауы мүмкін сіздерді, бірақ шын жүректеріңізден адамдарға жандарыңыз ашып тұрады. Кішіпейіл, қолыңызда бар болса біреуге бергіңіз келіп тұрады. Бірақ көп адамдар сіздерді айналаңыздан тәкаппар, бізді менсінбейді деп ойлайды, әмелетті. Сіздер өте жанашыр, өйткені ішкі сезімдерді жасырасыздар да, Алла тағаладан келіп тұратын аян болады. Мысалы, сіздер бір садақа берсеңіздер де, жақсылық жасасаңыздар да, іште Алла тағаланың разылығы деп жасайсыздар да. Алла тағаламен есепті көп бересіз. Алла тағала, мысалы, мен сияқты таңертең тұрып алып, Алла тағала, мен бүгін кімге жақсылық жасаймын деп оянасыздар да. Алла тағала, мен бүгін кімнен жақсылық естідім деп ұйықтайсыздар да. Алла тағала үшін сондай Алла жолында жүрген адамдар осы жетіліктер екен. Тыныштық, терең, осайда тағдырлы адам сезімі дейді. Рухани байланыстықты күшейту керек екен, ерте тұрып жүру керек екен. Осайда жетіліктерге ақша маңызды болмайды. Рухани құндылық маңызды болады екен. Көбірек кітап оқиды, көбірек дұғада болады, көбірек тілекте болады екен. Осы адамдар өте жақсы бір тынышталу кезеңі басталады екен. Осы адамдардың жүрегіне тыныштық келеді, ақшаны көп уайымдамайды, ақша өздігінен келеді екен. Жүйкеден сақтану керек дейді. Осайда сіздерге дұрыс ұйықтау керек екен. Албатты көп нәрсені уайымдама дейді. Барлық қиындығың болса, қарызың болса, отбасында күйзеліс бір көңілсіз жағдай болса, Алла тағалаға тапсыр дейді. Көрдіңіздер ме? Жетіліктер сіздерге өте жақсы түсіп тұр. Маған не маңызды деген сұрақты өзіңізге қоюыңыз керек екен. Көбірек таңертең ерте тұрып, Алла тағаладан сұрауыңыз керек екен. Мынандай сөз түсіп тұр да сіздерге: бұлай саған қатты сөйлемейді дейді. Қатты сөйлемейді дейді.
бірақ жай ғана сондай сабырлы, салмақты өзінің жаңағы сабағын беріп кетеді. Байлығын да береді, бақытын да береді, тыныштығын да береді. Шын жауап ішкі тыныштығында дейді. Оны сырттан іздеме дейді. Сен өзің табасың дейді. Сонда жаңағы көбірек садақа беру керек екен, жетіліктер, көбірек Алла тағаладан байланыс орнату керек. Тоғыздықтарды айтамыз, достар, таяп қалдық. Достар, жетіліктерге көп жақсы түсті, Достар, енді сегіздіктерді айтайық. 8-і күні, 17-сі күні, 26-сі күні туылған кісілер бар ма екен? Жазып тұрыңыздаршы. Раушан ханым бірліктерді айтып болдық қой. Шолпан ханым, рахмет, Алла разы болсын. Назгүл ханым, рахмет. Ой, сіздер разы болсаңыздар болды ғой. 8, керемет. 8-діктер бар ма екен? 8-і күні, 17-сі күні, 26-сі күні туылған кісілер бар ма екен? Раушан ханым, бұйырса қысқа нұсқа айтып берейін, Улья ханым, ол 8-діктер, 8 тексіздіктің белгісі ғой, байлықтың белгісі. Бұндай адамдардың қолынан ақша үзілмейді, 8-діктердің. Сондай ма? Бармын дейді. Кешарқұл ханым, 26 күн туылған адамдар 8-дік, Лайк басып отырыңыздар дейді. Ой, рахмет жаным. Суретіңіз қандай әдемі. Атыңыз кім, лайк басып отырыңыз? Шолпан ханым ба? Рахмет, Алла разы болсын. Қазақ айтады ғой, 100 жылыдан түңілме деп. Қандай әдемі. Шолпан ханым, рахмет, Алла разы болсын. Жақсы, достар. Шолпан ханым, дұрыс, жақсы оқыппын. Рахмет, 100 жылдан түңілме дейді. Жүзіңіз қандай жайдар. Жеке разбор 2000 теңге, достар. Туылған күндеріңізге қарай сөйлеймін, Осы нөмірге жазсаңыздар болады. Алдында махаббат марафоны басталады, 4-ші айдың 4-і күні. Махаббат марафонына 2000 теңгемен тіркелген кісілер жеке разбор алады, туған күнге байланысты. Одан кейін 2 сабақты тегін сыйлаймын. Телеграм каналда тұр, сол сабақты кресте тыңдайсыз. 100 жылды. Ой, рахмет жаным. Тіркелсек болады, Осы нөмірге жазыңыздар, достар. Тіркеліп қойыңыздар, достар. Ол не марафон? Махаббат марафоны. Аты қандай әдемі, достар. Өйткені осы айда махаббат, көп адам махаббаттан сыналады екен. Қарым-қатынастан сыналады екен. Ақша өздігінен келеді екен осы айда. Тек қана адамдардан бір нәрсеге көп ренжіп қалады екенбіз, алданып қалады екенбіз бір адамдар. Махаббат мәселесіне қатты, әсіресе жас қыздар, сондай мен сияқты ажырасып, қиналған кісілер болса, әсіресе мына келін түсіріп отырған енелер болса, тыңдаңыздаршы. Өйткені біздің кезбен ұқсамайды. Біз мынандай тәрбиемен өстік, үлкендердің бетіне қарама дейді, үлкендердің бетіне қарап сөйлеме дейді. Әзір үлкен кісілердің бәрі осы келіннің қабағына қарап жүр ғой. Келінімнің қайтып тілін табам, келініме қайтып көмектесем, келінге келін болып кетті ғой. Сондықтан осы келіндерге де, енелерге де, осы отбасының құндылығын сақтағысы келген жандарға да осы махаббат марафонын бастаймын. 4-і күні 14 күн ғана болады. 14 күн сабақ өтем. Бүкілдей осы қарым-қатынас туралы айтам. Өйткені әйел адамға қарым-қатынас реттелген кезде ақша өздігінен келеді екен, достар. Мысалы, біз 2 күннің бірінде күйеумен ұрсып жүрсек, ол ақша бергісі келмейді. Айдаладағы бір әйелге шашып келеді да. Ол өмірдің заңы сондай, достар. Өз басымнан өткізгеннен кейін білемін да. Сондықтан біз әйел адамдар ақша қуып кеттік қой. Ақша болса болды, жан бақсақ болды, ер адамның қажеті жоқ, не болмаса қарым-қатынасқа мән бермей кеттік. Әмәлиятта, достар, сен дейді, отбасы құндылығымен кәсіпті қатар алып жүрмесең, екеуін баланста ұстамасаң, қайта айландырып үйге келіп отырғызып қояды екен. Қаншама әйелдер бар. Үй бетін көрмей жұмыс істейді, үй бетін көрмей ақша табады, біраз жылдардан кейін қайта айланып үйге отырып қалады. Өйткені Алла тағала жаңа әйелдің тәкаппарлығын басу үшін үйге отырғызып қояды ғой. Сондықтан, достар, бәрін де баланста ұстауымыз керек. Дұрыс айтасыз дейді Раушан ханым, сізге Алла разы болсын. 8-діктерге келдік, достар. 8-і күні, 17-сі күні, 26-сі күні туылған адамдар ішкі күші мықты адамдар дейді ғой. Ішкі қуаты мықты, өте қайсар, сынып кетпейтін. Мысалы, сізге біреу айтуы мүмкін, ана күйеуім маған сөйтіп айтты, енем бүйтіп айтты десе, мына 8-діктер бүйтеді. Қойш, соған ренжіп жүрсің ба? Соған да басыңды қатырып жүрсің ба? Оған неменеге ренжисің деген сияқты. Сондықтан мына 8-і күні, 17-сі күні, 16-сі күні туылған адамдар ішкі қуаты мықты адамдар екен. Бұдар жетістікке жетеді, махаббатта да, ақшада да өте жетістікке жететін адамдар екен. 8-діктер бар ма, достар? 8-і күні, 17-сі күні, 26-сі күні туылған кісілер бар ма екен?
Тура айттыңыз дейді Назгүл ханым. Иә. Алла разы болсын достар. Жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді дейді ғой. 19 күн туылған адамдар бірліктер бар дейді. Жаным әзір шыға ма? Естіп басылады ғой? Қазір біреу қалды. Иә, 17-сі күні, 26-сі күні, 8 күні туылған адамдар. Айман ханым, иә, 8-діксіз 26-сі күні, 17-сі күні, 8 күні туылған адамдар, 10 күн туылған адамдар бірлік, 14 күн туылған адамдар бестік, 8 күні, 17 күні, 26 күні туылған адамдар, бұлар ішкі қуаты өте мықты адамдар екен. Еш нәрсеге сынып кетпейтін, құлап кетпейтін, бір жерден жаңағы қиындық көрсе өзін алып шығып кететін, өте сенімді адамдар екен. Бұл адамдарға осы айда адал кәсіп істеу керек. Егер қандай да мысалы бір көңіл күй дұрыс болмаса, біраз шаршап қалады екен, қаржы жағынан да ақша болады екен. Тең дәрежеде. Мысалы, ақша да бар, сіздерге денсаулық та бар, махаббат та бар. Барлығы түсіп тұр да сіздерге. Сонда сіздер табыс көзін ашу үшін дайын болуыңыз керек екен. Көп ақшаға дайын болуыңыз керек екен. Мысалы, психологтар айтады, мен сенің қолыңа 10 миллион теңге берсем, сен қазір не істер едің деп айтады, Адам ойланып қаласың да, расында 10 миллион ақша берсем, мен дайын емеспіз көп адам, ойланып қаламыз расында. Немен істейміз, қарызымды қайтарамын, шетелге шығамын, үй аламын, машина аламын деп айтамыз да. Бірақ нақты мен сол ақшаны алам деген адамда сенім болмайды. Мен әпке дейді, Жанар ханым, сіз 8-дік па? Бұл айда достар, біраз енді жаңағы шығын болуы мүмкін, көңіл күйді жақсылау керек екен. Бұл жаза емес, ақшаға деген санаңды тексеру дейді. Өйткені сіздерге бәрі түсіп тұр ғой, ақша да түсіп тұр, махаббат та түсіп тұр, денсаулық та түсіп тұр, барлығы келеді дейді. Тек жаңағы әйелдерге айтып тұр ғой, тепе-теңдікте ұста дейді, үйді де ұста, түзді де ұста, жұмысқа да бар, үйге де кел дейді. Егер кешке дейін ақша қуып кетсең, басыңа бір салат деп тұр да. Менде де сондай, үй аламын әпеке дейді. Жанар ханым, сіздерге достар қақтығыстан сақтану керек. Жаңа біреуге ренжісіп, төбелесіп, айғай-шудан сақтау керек екен. Жүрекпен жұмсару керек, бақыламау керек екен. Адамдарды көп бақылауыңыз мүмкін, айналадағы адамдарды көп бақылауыңыз мүмкін. Сізге жаңағы ішкі қысым көп дейді. Ішкі қысым. Өзіңізді ананы істеуім керек, мұнаны істеуім керек деген сияқты бәрін бақылауда ұстайды дейді. Осы 8 күні 17 күні, 26 күні туылған адамдар, көп адамдарды, әрине ішкі қуаты мықты. Қандай жерде өзін алып шығады, адамдар сенеді, бірақ көп жағдайда бұл күні туылған адамдарды көп бақылайды екен. Анау қайда барып жүр, анаумен жақсы ма деген сияқты. Елдің жаңағы өмірін көп қазбалайды дейді. Қазбаламаңыз дейді. Өзіңізге келіңіз, бақылауды босатыңыз дейді. Бәрін Алла тағалаға тапсырыңыз, өмірдің ақысымен жүріңіз дейді. Қарсыласпаңыз дейді. Тағдырыңды қабылда дейді ғой. Ақшаға дайын болу. Жаңағы ішкі қорқыныштарыңызбен. Баян ханым дұрыс айтасыз дейді. Ой жаным, сіз де 8-діксіз ба? Сіз мысалы мынандай, сізге осы айдың энергиясы былай түсіп тұр да, Баян ханым. Сен ақша қуып жүрсің дейді. Ақша қуып жүрсің дейді да. Сен күткен ақша келеді дейді. Бірақ сен соған дайынсың ба дейді да. Өзіңді көтер дейді. Өзіңнің рухыңды көтер дейді. Білім ал дейді. Рухани жақтан Алла тағалаға жақында дейді. Сонда барып саған ақша өздігінен келеді дейді. Қандай керемет 8-діктерге деген, не деген керемет осы айда деген жақсы бағыт беріп тұр, және жетіліктерге де жақсы түскен, дұрыс келісемін дейді. Солай істей қойыңыздар, ішкі қорқыныштармен жұмыс жасаңыздар. Жаңағы ата-анамен ақтау практикалары бар ғой. Айтам дедіңіз. Майра ханым қайсысы? Майра ханым қайсысын айтам дедім. 9-дықты ма? 9-дықты айтам. Міне 8-дікке келдік, енді 9-дықты айтам. Ой, жетіліктер керемет түсті ғой достар. 8-діктерді айтып болдым, 8-діктерге айтып жатыр. Ішкі қуатың мықты дейді 8-діктер. Бірақ сен көбінде ақша қуып кеттің деп жатыр да. Осы күнге дейін ақша қуып кеттің дейді. Енді осы айда тоқта дейді. Алла тағалаға жақында дейді. Рухани ізденіске кел дейді. Ақша өздігінен келеді. Жаңа өзің қалағандай ақшаны мен берем дейді ғой. Ақша өздігінен келеді екен сіздерге. 18 күні туылған адамдарды айтайық. 9 күні, 18 күні, 27 күні туылған кісілер бар ма екен? Раушан ханым, бірсіз бе қазір? 9 күні, 18 күні Айнұр ханым бар дейді.
18-і 27-сі күн туылған адамдар. Достар, мына 9-ы күні, 18-і күні, 27-сі күні туылған адамдарда бір нәрсе ұстап тұр ма? Сіздерде жаңағы бір реніш ұстап тұр, қарым-қатынаста да бір не ұстап тұр, ақша, қарыз ба, сондай бір нәрсе ұстап тұр, бір нәрсе босатпайды сіздерді. Таңертең тұрасыз, уайымдайсыз, жатасыз, уайымдайсыз, сондай ма? Қарым-қатынас ба сіздерге? Ақша жағынан қиналып жүрсіздер ма? 8-і күні, 18-і күні, 9-ы күні, 27-сі күні туылған адамдар. Айсара ханым, ой, Айсара ханым, Алла разы болсын. 12-сі болсаңыз, сіз үштіксіз, 19 күні туылған адамдар, бірлік, бестіктерді айттық. Біз енді 9-дыққа келдік. 9 күні туылған кісілер сөйлеңіздерші, Еркежан дейді. Ой, екеуміз аттас екеміз ғой. Шыңғыстай жабасашы балам есікті, тез. Жолдасын 27 дейді. 9-дық. 18-і 27-сі күні туылған адамдар. Айсара ханым, рахмет, гүлдей құлпырып жүре беріңіз бар дейді. Рахмет, әпеке, рахмет, Алла разы болсын. Барлықтарыңызға Алла разы болсын. Жолдасым 9 дейді. 9 күні туылған адамдар бір нәрсеге байланып қалған дейді, жаңағы бір ұстап тұрған дүние бар, қарыз ба, бір нәрсеге қиналып тұр дейді. 9-дықтар сондай ма? Жаңағы бір нәрсеге уайымдап тұр дейді ғой. 8-і күні, 9-і күні, 18-і күні, 27-сі күні туылған адамдар бір нәрсені аяқтауым керек, істеуім керек еді, баруым керек еді, тұруым керек еді. Жаңағы көп ой мазалайды екен. Қарыз ба екен, әсілі сол қарыз ұқсайды. Бір нәрсеге байлану. Өткен өмірді де көп ойлайды екен. Шіркін, сол кездер жақсы еді ғой деген сияқты. Сіздерге бәрін түсіну, өткен өмірді босату керек екен. Осы айда кей адамдар сенің жақсылығыңды пайдаланады дейді. Ішкі чаршаудан сақтан дейді. Сырттан күліп жүрсің дейді. Бәрі жақсы сияқты, бірақ сенің ішінде бір сондай жаңа чарчау сезім бар дейді да, босаңсып қалған дейді. Маған да көп адам қарыз дейді. Сол бір нәрсеге көңіл күйіңіз байланып қалған дейді ғой, Еркежан ханым. Таңертең тұрасыз, ойлайсыз, Таңертең тұрасыз, ойлайсыз, бір нәрсеге байлану бар дейді. Өткенді ойлау, қарызды ойлау, бір уайым дейді ғой. Сырттай күлесің дейді. Жайнап жадырап жүрсің тойларға. Іште нәрсе, ой, бәрі жақсы, қалың қалай десе, бәрі жақсы дейсің, бірақ іште күйзеліс көп дейді. 9-дықтарға сондай ма? Көп ойлаймыз дейді. Өте көп уайымдайды екен. 9-ы күні, 27-сі күні туылған адамдар. Айсара ханым, рахмет, Алла разы болсын. Кегела. Раушан ханым сондай дейді. Көп уайымдайды екен. 9-ы күні туылған адамдар. Бәрі жақсы дейді, бірақ іштей қатты жаңа көп нәрсені уайымдайды екен, босата алмайды екен. Біреуге ренішті, әке-шешеге ренішті, босата алмайды екен. Мысалы 9-ы күні, 27-сі күні, осы күні түсіп тұрған кісілер былай істеңіздерші. 9-ы күні, 18-і күні, 27-сі күні туылған кісілер ертең айт олады ғой. Бүкіл қарызыңызды жазыңызда өтелді деп өртеп жіберіңіз. Керемет техника, достар. Мен осының алдында Айнұр Тұрсынбаева ханымның разбор, 3 күндік разбор сабағын 100 мың қалған болатымын. Соның ішінде осы бізде қарыздан құтылу практикасын, осы техниканы берген болатын. Қарыздан қиналып жүрген кісілер болса, осы практиканы жасаңыздар, ертең айт олатын күні ғой. Бүкіл өкпе реніштеріңізді, қарыздарыңызды бүйтесіз. Мысалы, басына жазасыз, мен осындай қарызбын. Мысалы, Еркежан, Еркежан кім есіміңіз? Еркежан Пәленбай қызы. Мен осындай қарызбын. Каспий банкі мынандай қарызбын. Халық банкі мынандай қарызбын. Бүгін өтелді дейсіз да, соңына қолыңызды қойып, өтелді деп өртеп жіберу керек. Осының алдында бір қыз айтты, 100 миллион деді ма, сондай қарызынан осы практика арқылы құтылған екен. Ана қыз бар, ұйықтай алмай қойған ғой, 3 ай ұйықтай алмай қойған. Қайта бір Айнұр ханымға жеке разборға жазылып барған, Айнұр ханым осы практиканы беріпті. Сен жаз, өрте, содан кейін жеңілдейсің деп. Сол күні жаңағы бала сияқты ұйықтадым деп айтты дейді ғой. Сол күннен бастап жаңағы Қытаймен бизнес жасап, қарызының жартысын қайтарды дейді. 3 ай ішінде жартысының көп қарызды айтты дейді сол кезде. Сол сияқты достар, қарыздан қиналып жүрген кісілер болса, ертең осындай бір керемет практика бар. Ешқандай бір қиялдау емес, қайсы күні бір кісілер айтып жатыр ғой, не деген қиялдайсың деп. Қиял емес достар. Мысалы мен мына бәрі де
сен де бай бола аласың деген Джозеф Мөрфидің кітабы бар ғой, мен соны тыңдап жатырмын. Мәрзия Бегайдардың Қисық қабырға кітабын тыңдадым, Динара Болаттың Өмірге шексіз ғашық кітабын тыңдадым, Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан романын тыңдадым. Бүкілдей жүрген жерімде, үй жинасам да, тамақ істесем де сондай кітаптар тыңдап жүрем. Ол өте жақсы екен, адамның ішкі руханиятын ашады екен. Сондықтан 9 күні толған адамдар біреуді құтқаруды емес, өзіңізді құтқаруды. Осы айда әркім өз жолымен жүреді дейді. Энергия көтерілетін сондай ай, сондықтан тазарту, өзіңізді жеңілдетуіңіз керек екен. Махаббатта да сондай. Кім қалады, кім кетеді, осы айда ескі байланыстар жабылады, жаңағы шенеуніктер азаяды дейді. Қарыздан да сондай қайтаруға ниет етуіңіз керек екен. Егер қарыз бар болса, үйіңізді бастап тазалай бастасаңыз, Алла тағала сондай бір мүмкіндіктер береді, достар. Мен кеше ғана бір кісілермен бас қосқанда естідім да, өмірде болған жағдай. Бір кісі 11 жыл бойы алтын іздеген ғой. Осы өткен жылы ғана мына адам барма, мына жұдырықтың басындай алтын тауып алған екен. Ойлаңыздаршы. Көктөбе жақтан керемет үй алды, машина алды деп жатыр да. Сондықтан әрқашан біз, достар, Алла тағаладан үміт үзбеуіміз керек. 11 жыл іздеген ғой сонда. Тау тасты кезіп, бүкіл малын сатып, алтын қарайтын аппараттарды сатып алып, сонда іздеген екен да. Ешқашан жалықпаған екен, достар. Сонда ойлаңыздаршы, Алла тағала әрбір адамның ниетін қабыл етеді. Осы 9 күні, 27 күні, 18 күні толған адамдарға ескі ренішті босату, сондай байланып қалған эмоциялар болса, ауыр эмоциялар болса, реніштер болса, босату керек екен. Өйткені жаны чарчаған дейді ғой. Көп чарчаған. Анаған жетсем, мынаған жетсем, одан кейін таңнан кешке дейін уайым, сондықтан сен бәрін алып жүре алмайсың дейді. Кейбір нәрсені жоғалту, шын өмірде өзіңді табу дейді. Солай, достар, 1-ден 9-ға дейін сөйлеп шықтық, көңіл күйлеріңіз қалай, бәрі дұрыс түсті ма, достар? Достар, мына махаббат марафонына жазылсаңыздар болады, Насыл ханым, рахмет, Алла разы болсын. Әлемнен келіп тұрған ақпарат қой, достар, солай қабыл